Достар, кешірім сұраймын. Бүгін Нұргүл ханымның интернетті онша ұстамай жатыр. Өздеріңіз білесіздер, қазір елдердің бәрі үйде отырғандықтан интернет кішкене болса да дұрыс тартпады. Сондықтан ол кісі эфирден шығып кетті. Енді эфирді мен өзім қазақ тілінде жаңадан бастап жүргізейін деп отырмын. Енді бұл менің алғашқы біздің компания туралы алғашқы эфирім, сондықтан қатты не судите, сіздерден түсінушілікті күтемін. Онлайн жұмыс туралы мен алдымен өзіміздің компания туралы айтып өтейін. Яғни алдында біз білеміз, что осыдан 4-5 жыл бұрын барлығын біз өзіміз жасайтынбыз. Например, бір қаладан екінші қалаға бару үшін обязательно ЖД вокзалға барып билет алатынбыз. Бір жерден екінші жерге бару үшін сыртқа шығып такси ұстайтынбыз. Болмаса таксиді телефонмен автовокзалдан шақыртатынбыз. Ал қазір оның барлығы телефонымызда. Даже самый простой банк, например, банкке барып бірдеңе алатын болсақ, болмаса қандай да бір жұмысқа тұратын кезде справка жинайтын болсақ, барлығын аяғымызбен жүріп, барлығын әр мекемеге барып жинайтынбыз. Ал қазір барлығы онлайн, яғни онлайн түрде бір телефонның шалчуғы арқылы, телефоныңызбен қолыңызды қимылдатуға арқылы ғана сіз барлығын жинай аласыз. Қазіргі таңда ондай приложениелер көп. Например, Amazon деген ол киім-кешек сататын үлкен сайт. Одан кейін Uber такси білетін болсаңыздар, Booking.com дегеніміз ол бүкіл отельдердің жиынтығы жиналған, әлемдік отельдердің жиынтығы жиналған бір сайт. Бірақ бұл жерде ең басты отличиесі бұл сайттар өздері затты шығармайды, яғни бұлар өндіруші емес. Сол секілді бізде де круизді жолдамаларды жасайтын сайтымыз бар. Incruise Booking деген. Бұл жерде круиз біздің өзіміздің жекеменшік круиздарымыз емес, жекеменшік кемелеріміз емес. Біздің компания 16 круиздік линиялармен договорда отыр. Сондықтан біз жаңағы сайтты ашқан кезде 5500 направление біздің көзімізге жаңағы телефонымызда дайын тұрады, не болмаса жаңағы өзіміздің кабинетімізде дайын тұрады. Тек қана сіздің өзіңіздің баратын арманыңыз, қалаған жеріңіз және қолыңыздың бір шылшоғы ғана қажет. Енді біздің компания айтып өтті, любой направление, қай жерде үлкен порттар бар, кеме тоқтай алатын, сол жерлердің барлық қалалары қосылған. Әлем бойынша 5500 направление. Бұл өзінің международный компания Incruise деген Америкада ашылған. 4 жыл болды рынокқа келгеніне. Бүкіл әлем бойынша 180-нен астам мемлекет қазір осы жұмысты жасап жатыр. Онлайн бизнес. Енді 5500 направление, әртүрлі круиздік линиялар, 16 круиздік линия. Әлемде 20 круиздік линия болатын болса, соның 16-сы біздің сайтта бар. Қалаған жеріңізге бара аласыз. Және бұл жерде уақытын қанша күнге созылады, соның барлығын сіз самостоятельно өзіңіз жеке отырып бронь жасайсыз. Ешқандай араңызда делдал болмайды. Соның салдарынан сізге 50%, 30% және 80-100%-ке дейін скидкалар болады. Келесі айтып өтейін, біздің компанияда қандай енді круизға барып келген адамдар біледі, круизға бармағандар, мен де басында бармағанмын, сондықтан білмедім қандай круизный линиялар бар дегенде. 16 круизный линия, олардың атын атып өтпей-ақ қояйын. Егер сізге қызықты болса, жекеме шыққан кезде барлығын толық түсіндіріп өтіп кетемін. Енді біздің клубтың негізгі мақсаты не? Біздің клубтың негізгі мақсаты бұл өзі закрытый клуб. Бұл жерге сіз тек қана мүше ретінде ғана кіре аласыз, біреудің шақыртуымен. Көшеде кетіп бара жатқан адам, мен сіздің клубыңыз ұнады, мен кірейінші деп айта алмайды. Егер тек қана мен, не болмаса сіз осы клубтың мүшесі болсаңыз, сіздің шақыртуыңызбен ғана осы клубқа мүше бола алады. Біздің клубтың негізгі миссиясы, мақсаты десек болады, ол қарапайым халыққа круиздік жолдаманы, круиздік саяхатты қолжетімді бағада беру. Бұл жерде енді сіз айтуыңыз мүмкін, қазіргі карантинде қайдағы круиз деп, дұрыс па? Круиздан бөлек бұл онлайн бизнес. Яғни бұл жерде өте көп қаражат табуға болады. Яғни аздаған уақыттың ішінде күнделікті аз уақыт жұмсау арқылы сіз мол табысқа жете аласыз. Біздің компанияда екі түрлі жол бар. Біріншісі жай ғана клиент, например, кеше айтып өтті.
прямой эфир Артем Нестеровтың прямой эфирін көрген кезде ол кісі айтады, қазір елдің бәрі үйлерінде отыр, қалай карантин бітеді, оларда бум жарылады. Өйткені олар бір жерден шықпай отырған адамдар шетелге шығып, стресстен құтылғысы келіп, бір не алғысы келеді, бір релакс алғысы келіп, шетелге барлығы аттанғысы келеді. Бірақ ол жерге кім барады? Қалтасында ақша барлары ғана барады. Ал біздің мынау қазіргі болып жатқан жағдайда көбісінің қалтасында ақша болады деп ойлайсыз ба? Менің ойымша олай болмайды. Өйткені қазір біздің Қазақстанның өзінде 50%-дан астам көп мекемелер жабылып қалды. Қаншама адам без работы отыр үйде. Олар саяхат тұрмақ, өздерінің күндерін әрең көрейін деп отыр. Мен ондай адамдарды өзім көріп жүрмін. Алла оларға жар. Одан бөлек, яғни біріншісі, мен айтайын қазір. Бірінші жай ғана клиент. Сіз круизға барасыз өзіңіздің жолдамаңызға. Егер ондай чисто $100 сіз өзіңізге төлеп отырасыз. Сол $100 кейін ары қарай ай сайын $100 сіздің 200 круизный долларыңызға айналып отырады. Мен қазір аударайын. Мына ай сайын $100 салып отырасыз. Бірінші вариант просто клиент болып. Сіздің салған $100 200 круизный долларға айналып отырады. Яғни 5 ай жинасаңыз, сіздің қалтаңыздан $500 кетсе, сіздің счетыңызда $1000 круизный доллар тұрады. Круизный доллар дегеніміз тек қана круиз жұмсаға жұмсалатын ақша. Круиз сатып алуға жұмсалатын ақша. Яғни лояльность компания. Компания негізі бұл нені клиенттерге бұл договорды ұзақ мерзімге жасайды. Біздің компанияға ұзақ мерзімді адамдар ғана керек. Яғни бірінші жыл сіз 60%, екінші жыл 70%, үшінші жыл 80%, төртінші жыл 90%, бесінші жылы 100% қолдана аласыз. Яғни 50% жеңілдік деген осыдан шығады. Екінші жолы ол ақша табатын жолы, онлайн бизнес жолы. Бұл өте керемет ақша, өте керемет бизнестің түрі. Мол табысқа жетуге болады ұзақ қана мерзімнің ішінде. Тек қана оған керегі сізге телефон, жақсы желі және де өзіңіздің желанияңыз. Енді екінші жолын түсіндіріп өтейін. Екінші жолына сіз VIP партнер, мен секілді бизнес партнер болып кіресіз. Компанияның бизнес партнері боласыз. Компанияға кіресіз $295 мен. Оның $100 сіздің болашақ круизіңізға жиналады, ал $195 франшиза сатып аласыз. Франшиза дегеніміз ол компанияның рекламный барлық осындай материалдары. Әр ай бір айда сіз егер 5 VIP партнер тіркейтін болсаңыз, VIP партнер дегеніміз $295 мен сізге компания мгновенный бонус төледі. Біздің компанияда негізі 6 түрлі бонус бар. Бірінші бонус ол мгновенный бонус деп аталады. Каждый тіркелген адамыңызға сізге ақша түсіп отырады. Бірінші адамыңызға $50, екіншісіне 60, үшіншісіне 70, төртіншісіне 80, бесіншісіне 90, $350 бір айдың ішінде сіз шығарып аласыз. Яғни сіз бір айдың ішінде салдыңыз 295, алдыңыз 350. Разница. Көрдіңіз ғой? Бұл бір айдың ішінде. Дальше, егер сіздің адамдарыңыз біреуден көп, бесеуден көп болса, онда алтыншысына сізге $100, жетіншісіне 150, сегізіншісіне 120, тоғызыншысына 130, оныншысына $150. Дальше 11-ші адамнан бастап бір айлық календарный месяцті $150 жоғары көтер. $150 каждыйына төленіп отырады. Бұдан бөлек бізде матчинг бонус деген бар, ол апталық бонус. Апталық бонус ол бізде команда жиналған кезде болады. Яғни сіздің шақырған 5 адамыңыз, оның астындағы шақырған 5 адам қалай команда жиналады, сізде уже матчинг бонус болады. Матчинг бонус ол қалай есептеледі? Сіз бір неделяда есептеледі, да? Например, сіздің астыңыздағы досыңыз, немесе сіз досыңызды тіркедіңіз, досыңыз сол аптаның ішінде мамасы мен өзінің бір подругасын тіркейтін болса, солардың алған ақшасын сіз де ала аласыз. Оны мен қазір сізге көрсетіп өтейін. Міне, мысалы, мынау сіздің астыңыздағы бір адам бір аптаның ішінде екі VIP партнер тіркеді дедік. Бұл сіздің досыңыз $110 алады. Келесі бір досыңыз, келесі бір жолдасыңыз, мүмкін туысыңыз, ол 3 адам тіркеді, активный болды да $180 алды. Сол апта аралығында сіз өзіңізге бір VIP партнер, не болмаса бір клиент тіркеу арқылы сіз олардың алған осы екі ақшасын
қосып аласыз. Сонда сіз аласыз $290. $290 сіз өзіңіз бір аптаның ішінде қаражат табуға мүмкіндігіңіз бар. Бұдан басқа біздің барлығымыздың, осы менің жоғарыдағы жетекшілерімнің барлығының көздеген мақсаты ол карьерный рост. Любой жұмысқа барған кезде біз карьерный ростты қараймыз, дұрыс па? Өйткені біз білеміз, точно біздің карьерный ростымыз жоғары көтерілген сайын, біздің де жалақымыз жоғарылық көтереді. Тура сол секілді біздің компанияда да карьерный рост бар. Ол қалай? Команда. Яғни сіздің командаңызда 30 адам қалай болады? Сіз ай сайын, бүгін міне 7-сі, айдың 7-сі күні ай сайын карточкаңызға ақша түсіп отырады. Бұл айлық табыс. Яғни үшінші табыстың түрі айлық табыс. Көрдіңіз ба? Енді мен сізге қазір наглядно көрсетіп өтейін, қанша екенін. Міне маркетинг директор товарооборот $3000 жасаған кезде, яғни сіздің командаңызда 30 адам активный болғанда, сіз аласыз $300 ай сайын, каждый айдың 7-сі. Сеньор маркетинг директор деген бар. Ол командасында 100 адам алады $1000. Келесі региональный директор командасында 250 адам алады $2500. Келесі национальный, жаңағы Нұргүл Наметова, менің жоғарғы спонсорым, национальный директор. Вот бүгін 2 жыл болыпты, тағы да құттықтаймын ол кісіні мен. $2500 бұл чисто айлығы, жаңағы жоғарыдағы санаған 2 бонусты қоспаған кездегі алатын айлығы $2500. Келесі интернациональный директор. Интернациональный директор командасында 1000 және одан жоғары адамдар болған кезде $10,000 алады. Қазір бізде интернациональный директорлар өте көп. Исполнительный директор командасында 2500 және одан жоғары адамдар $25,000 алады. $25,000 қазір осы исполнительный директорды менің өзімнің жеке танитын Санди Мавленова деген қыз өзі аяғы ауыр кезде бастаған осы жұмысты, қазіргі таңда исполнительный директор болып отыр. Исполнительный директорға еще плюс, сіз қалай исполнительный директор боласыз, сізге компания $10,000 тұратын Rolex часы подарить етеді. Келесі ол борд директор. Борд директор дегеніміз ол компанияның акционері. Яғни біздің Қазақстанда қазіргі таңда 2 акционер бар. Оны мен қазір көрсетуіме болады. Султана Шаймарданова бірінші рет осы бизнесті Қазақстанға әкелген кісі. Екіншісі Ками Канапьянова осы февраль айында борд директор болды. Бұлардың айлық табысы $55,000 плюс бүкіл әлемдік компанияның товары оборотының 5% алып отыр. Яғни ол деген долларовый миллионер деп айтамыз біз оларды. Бұдан бөлек еще пассивный доход деген бар. Ол қалай? Яғни адамның ширинасы мен глубинасы есептеледі. Ширинадан и глубинадан без ограничений каждый подключение, каждый активный адамға $5 түсіп отырады. Яғни $5, когда у вас сіздің командаңызда мысалы 100 адам, 200 адам, 300 адам болса, өзіңіз $5 санай беріңіз қанша болады. 100 адам болса $500, 1000 адам болса $5,000. Вот видите, когда сіздің командаңыз көп болады, сіздің пассивный доходыңыз да көп болады. Бұдан бөлек еще бізде круизный долларлармен берілетін тағы бір керемет несі бар біздің компанияның. Круизный доллармен берілетін төленетін бонус ол безоплатный член клуба. Безоплатный член клуба дегеніміз ол жаңа жоғарыда айтып өткендей 5 адам тіркейсіз, 5 адам тіркейсіз, сізге компания автоматты түрде $2400 круизный доллар сыйға береді бір жылға. Сіз осы 5 адамыңыз ай сайын активный болған кезде сіз уже шетелге бесплатно барасыз. Бесплатно. Керемет емес па, я? Өте керемет. Мен де сол бесплатно бару үшін ғана осы компанияға тіркелдім. Яғни қараңыз, мен сізге бағана айтып өттім, басында айтып өттім, просто клиент $100 ай сайын салып отырады деп. Ал сіз бұл жерде бір адам тіркегеніңіз үшін бесплатно барасыз. Сонда сізге компания бесплатно плюс круиз береді, одан бөлек ақша төлейді. Ал ол круизный долларларды сіз өзіңіз бен бірге плюс 3-4 адамыңызды бірге алып кетсеңіз болады. Олар біздің клубтың мүшесі болмаса да, өзіңізбен бірге 4-5 адамды алып кете аласыз.
Енді бұдан басқа тағыдан каждый неде төленетін бонустар бар, круизный доллармен берілетін бонустар да бар. Олар жаңағы 5 адам тіркегеніңіз үшін продюсерский бонус деп аталады. Каждый 5 адамыңызға ай сайын, мысалы 5 адамнан төлеп отыратын болсаңыз, 250 круизный доллар автоматты түрде түседі. Енді өте керемет жаңалық. Осы апрель айында біздің директорымыз, президентіміз Майкл Хатчсон деген кісі осы апрель айында директорский статусын жапқан кісі, жаңағы маркетинг директор болған кісілерге $300 емес, айлық уже $500 алады. Керемет емес па? Осы апрель айында маркетинг директор жапқан кісіге $500, сеньор маркетинг жапқан кісілер $1000 емес, олар $1500 алады. Каждый өскен сайын, ранг өскен сайын, яғни олардың ақшалары қосылып отырады. Осы апрель айында ғана акция. Сондықтан қазір сіздің қолыңызда өзіңіздің болашағыңыз отыр. Сондықтан қазір егер сіз не істеріңізді білмей үйде отырған болсаңыз, онда сразу маған хабарласыңыз, мен сізге айтамын. Апрель бітпей жатып, сіз $500 айлыққа шығуға мүмкіндігіңіз бар қолыңызда. Енді бұдан бөлек біздің Майкл Хатчсон туралы айтып өтейін. Енді ол кім соқты бұл компанияны қазіргі таңда білеміз ғой, өзіміз танымайтын, енді не деуші еді, күмән тудыратын компаниялар өте көп, күмәнді компаниялар өте көп, оған талаймыз. Мен де өзім де ұрынғанмын. Сондықтан бұл компанияға кірерден бұрын мен бұны изучать еттім, зерттедім. Қалай, немен айналысады, легальность, анау-мынау бәрін қарап шықтым. Где-то 2-3 күннің ішінде барлық жаңағы сайтына кіріп көрдім, интернеттен қарадым. Сосын бір менің жүрегіме сенім ұялатқан нәрсе бұның президенті Майкл Хатчсон. Өте білімді. Ол бірінші коуч, екінші антикризисный аналитик, үшінші жазушы, публицист, яғни теледидарда істеген адам. И Тони Роббинсті білетін шығарсыздар, енді білмейтін адамдар да бар енді арамызда. Тони Роббинс деген әлемдегі номер 1 коуч, яғни номер 1 тренер. Соның досы. Сол Тони Роббинстің несінде жұмыс істеген, компаниясында жұмыс істеп, Тони Роббинстің компаниясын минустан плюсқа шығарған адам. И сол Тони Роббинстің специально өзінің кітабы бар. Сол кітабының ішінде именно заглавиясында біздің Майкл Хатчсонның сөзі. Мен басында сенбедім, кейін өзім іздеп көргеннен кейін интернеттен іздеп көрдім. Я да благодарностьті осындай Майкл Хатчсонға білдіремін деген кезде мен көзім жетті. Вот опа, значит, бұл кісі жай адам емес. Сам Тони Роббинстің өзі бұл Майкл Хатчсонға благодарность білдіріп тұрса, значит, он очень сильный финансовый аналитик дейді. Міне қазір-ақ көрсетіп тұр, қазіргі таңда әлемде кризис болып жатқанда біздің компания Incruises наоборот мощно жұмыс істеп жатыр. Біріншіден бұл онлайн жұмыс, үйден шықпай-ақ жұмыс істей бересіз. Екіншіден товар нишасы өте сұранысқа ие. Товар өте сұранысқа ие. Неғып? Өйткені саяхат деген өте керемет товар. Саяхатқа барған, ол целый бір кітапты оқып шыққанмен бірдей нәрсе. Саяхатқа кім барғысы келмейді? Барлығы барғысы келеді. И плюс еще бұл жерде маркетинг план өте щедрый. Неге дейсіздер ғой? Өйткені біздің компания товар жоқ. Ол товарға кететін ақшаның барлығын біздің президент бізге береді. Біз рекламный агентіміз осы компанияны. Қалай сіз рекламировать етесіз, қаншама адам қосасыз, өзіңізге байланысты. Сіз қалай жұмыс істейсіз, солай айлық аласыз. Ал бізде қазір ондай емес қой. Біз, например, мен өзім до этого наймда жұмыс істеген адаммын, яғни мемлекеттік жұмыста жұмыс істедім. Қаншама жыл істесең де сенің сол айлығың сол қалпында қалады. Мысалы, сен қанша, болады жұмыс уақытынан бөлек уақыт, өзің жұмысың бітпей қалса, сен өзің үшін қаласың сол жұмыста таңға дейін, түнге дейін ұйықтамай сол жұмысты бітіресің. Бірақ сенің жоғарыда отырғандарың айтпайды, ой, сен өстіп көп жұмыс істедің, молодец, сенің айлығыңды көтерейін деп айлықты көтеріп бермейді. Алған 50 мың болып 20 жыл болсын, 30 жыл болсын, арасында бір 4-5 мың теңге қосылар енді, повышение анау-мынаумен. А так сол бойымен қалады, жетпейді. Ал мына компанияда сен қалай жұмыс істейсің, жұмыс істегеніңе байланысты ақша беріледі. Плюс еще жаңағы ранг көрсеттім ғой.
ранг өте щедрый. Сондықтан достар, үйде босқа отырмаймыз, босқа телевизорды көріп, сериалдан сериал көріп отырмаймыз. Сериал көріп адамның өзінде проблемасы көп қой, барады сериалды көреді да сосын сол сериалдың проблемасын өзінің басына салып алады. Сондықтан бос уақытымызды тиімді пайдаланайық. Қазіргі таңда 21 ғасыр нағыз технология, инновационный технологияның заманы. Қазіргі кезде информация деген өте қатты бағалы ақша тұрады. Сондықтан өзіңіздің мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз. Нағыз қазір бастамасаңыз, тоталда қай кезде бастайсыз? Ертең деген адамның ертеңі таусылмайды. Сондықтан мен тікелей эфирімді көрген адамдар болсын, тікелей эфирде отырған адамдарға мыңда бір алғыс. Түсіністік танытқандарыңызға мен сіздерге рахмет айтамын. Уақыттарыңызды бөліп келіп қарағандарыңызға рахмет айтамын. Эфирді сохранить етемін. Сохраненный эфирді көп адам көреді деген сенімдемін. Менің эфирімді дайрегіме жазыңыздар, мен сіздерге толық мағлұмат беремін. Сіздерді қуана өзімнің командамда қарсы алуға дайынмын. Сондықтан сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Онлайн жұмыс жасаңыздар. Онлайн жұмыс қазіргі таңда таптырмайтын жұмыстың бірі.